Сәлеметсіздер. Біздің орталықта емделіп жатқан пациентіміз Азизаның сіздерге айтары бар. Азиза қанша күн болды ем алғаныңызға? 28 күн болыпты. 28 күн болды. Мен 1 ай дегенмін, иә? Бір ай уақыт болыпты. Ал айта ғой, немен келдің, қалай нәтиже көрдіңіз, халыққа не айтасыз? Бірінші енді Алланың қалауымен, екінші осы Тұрсынкүл ханымға алғысымыз шексіз. Осы себепті нүктенің себебімен ауруымнан толықтай сауықтым. Шүкір. Келген себебім, мен енді 3 бөпем бар. 3 баламды да босанған кезде жатырдың өзінің медицина тұрғыда енді патологиясы дейді ғой. Жатыр мүлдем жиырылмайды, ішіндегі қан өздігінен сыртқа шықпайды. Әрине баста дәрі, укол салу арқылы кішкене көмектескендей болады. Олар бірақ уақытша. Кейін қайтадан жиналып қала береді, қайта жиналып қала береді. Жиналғаннан кейін ол белгілі температура беріп бастайды. Содан врача... Сонда босанғаннан кейін 40 күнде әйел адамның жатыры қайтадан қалпына келу керек қой. Жиырылып, кішірейу керек. Ішіндегі арам қандар толығымен шығу керек. Менде сол шықпайды ғой, өз еркімен шықпайды. Арғарай қалай шығарасың? Арғарай сол дәрігерлер жаңағыдай қырып береді ғой енді. Қайта қырып берді енді. Апта сайын қырғызған кездерім өтті басымнан. Одан кейін сол 40 күнде аман есен өткіздік. Содан кейінгі келген етеккірім енді 10-15 күннен асып кететін болды. Тек қана ол 15 күн емес, тағы да қатты құйып келетінімен және ауыртпалығы күшейе түскенімен жаныма батып бармаған жеріміз қалмады ғой енді. Яғни етегіңіз келгенде ішіңіз ауырады, е? Иә, қатты ауырады, енді айтып жеткізу мүмкін емес. Қандай диагноз қойды? Диагноз эндометриоз теломатки деген диагноз қойды. Енді баста іздендік қой көп. Ташкент клиникасына да, Уфадағы клиникаларға шықтық. Енді бармасам да сырттай қағаздарымды жіберіп, консультация өттік. Диагноз подтверждение берді. Медицина саласы бойынша ем тағайындады. Гормональный препараттар. Бір гормон ішіп бастадым. Көмектеспегеннен кейін келесі одан да күштірегіне ауыстырды. Ол да көмектеспеді. Содан кейін операция жасаттым. 2 рет операция жасаттым. Операциядан кейін де дәл солай жалғасын тапты. Ауру қойған жоқ, қан сол күйі көп келген, сол күйі қатты келетін, тоқтататын система уколдарға да тоқтамай қалған кездерінде тағы да барып оны қыратын. Сөйтіп енді соңғы енді барлық этапын өтіп шықтың деп, енді барлық Ташкент, Уфаның да айтқаны осы алдырып тастау керек жатырды. Басқа емі жоқ деді. Екінің бірі алдырып жатыр ғой. Екінің бірі алдырып жатыр ғой қазір. Бұл емнің енді медицина ұсынған барлық тәсілін сен өтіп шықтың. Енді жатырыңды алдыра ғой, біз басқа вариант айтпаймыз деді. Және өзімнің емдеген врачымның айтқаны 2-3 жыл ғана уақытың қалды, алдырмасаң деді. Өмір? Иә, 2-3 жыл ғана. Себебі ол жатыр, өзі енді өздерінің тілімен айтқанда инфекция болғаннан кейін басқа нелеріңді, ағзаларыңды улап бастайды. Ары кетсе 2-3 жыл уақытың ғана қалды деді ғой маған. Сол жаңа жылдың алдында 3-ші өпемді босанғалы сандалып жүрміз, 1 жылдан асты ғой. Сөйтіп сол прям 30 декабрьге жақын ба, бір кісі сіздерде емделіп кеткен екен, жолдасымен кездесіп, сұхбаттасып мақтаған екен. Интернеттен тауып хабарластық. Сол үмітімізді ақтап, сіз голосовой жібергеніңізде 2 күн жылағам мен жолдасыма. Келе беріңіз, біз көмектесеміз, жатырыңызды алдыртпаңыз, жазылып кетесіз, таза айығып кетесіз деген сөздерді есту бір жүрегімде бір сондай арман болды енді. Не дегенмен жатырды алдырып тастау оңай нәрсе емес қой. Жай ғана бір керек емес, немес. Әйел адам үшін ең қажетті орган. Қанша ауырса да, енді мен действительно түсіндім, медиктер бәрібір де себебін емдей алмайтынын. Көмектесті уақытша ғана, кейін тағы да қайталап жатыр. Себебі оның түпкі себебін таппады ғой.
Бізде емделу барысында етек кіріңіз келді, иә? Етек кірім келді, ешқандай ауырсынусыз. Мен таң қалдым. Күніне 4-5 рет мен обезболивающий қабылдап жүрген адаммын, гормональныйдан бөлек. Ең соңында ол обезболивающийларда көмектеспей қалған маған. Жүрегімді ауыртып, бүйрегімді бауырыма зақым келтіріп. Осы жерге келіп бір таң қалғаным, бір аптадан кейін ба етек кірім келді. Көңіл күйім жақсы, еш жерім ауырмайды. Өз еркімен, табиғи жолмен 4-5 күн дегенде сап тиылды, иә. Бір ғажайып болды ғой енді. Қазір енді ешқай жеріңіз ауырмайды? Еш жерім ауырмайды, иә, шүкір, рахмет сіздерге. Білмеппіз ғой біз себебін анықтауды, және мына өзіміздің ағзамыздың жылу қуатымызды күшейту арқылы барлық ауруды жеңіп шыға алатынымызды. Соны білмеппіз. Иә, негізі аурудың себебі ол жаңағы біздің қоршаған ортамызға да, біздің ішіп жегенімізге де, бойымызға жаңағы жинап алған суыққа да, жаңа көңіл күйдің дұрыс еместігіне бәріне байланысты екен, біз кей кезде ұмытып кетіп жатамыз. Сонда себепті анау микроорганизмді зерттеп, іштегі болып жатқан өзгерістермен ғана жұмыс жасамай, себепті жаңағы табиғатпен де байланыстыру керек. Өйткені біз табиғаттың да бір бөлшегіміз ғой. Ауру жайдан жай бола салмайды ғой. Әр нәрсенің себебімен күрессек, жазылмайтын ауру жоқ екен, көзіміз жетті, иә? Барша Қазақстанның әйелдеріне айтқым келеді, қорықпаңыздар, келіңіздер, емделіңіздер. Мына енді эндометриоз, теломатки деген диагнозбен жүрген әйелдер бар шығар, қиналып жүрген жас қыздар бар шығар, емделеді. Алдыртпаңыздар жатырларыңызды. Осы Тұрсынкүл ханымға келіңіздер. Арнайы шақырған сияқты болып қалды. Сауап болсын деп айтып жатсыз ғой, рахмет, Алла риза болсын сізге. Ауырмаңыз, бір айына уақыт өтіп кетті әнемне деп. Жұрттар сіз біздің ортамызда пропискаға отырып алды ма деп жатыр. Сіз тағы салмақ қостыңыз, иә? Иә, мен осы жаққа келгенде енді көп қан кетудің салдарынан 45 килограмм болып азып, өңім қарайып сөйтіп келген. Келген, иә. Мына көзінің алды қап-қара болып, көзінде нұр жоқ сөйтіп келген. 2-3 күн бұрын өлшенсем 51 килограмм болып. 5 килограмм қосып жерсіз, иә. Бетіңізден нұр болып, бетіңіздің ішінде қан жүріп, бетіңіз толып, енді ауылға әдемі келіншек болып қайтатын болдыңыз. Қызылордадан келдіңіз, Қызылорда қаласынан келіп отырмын. Себепті нүкте орталығына алғысымыз шексіз, табыс тілейміз. Осы қазақ халқына сауапты жасап жатсыздар ғой, үлкен. Үйренетін ойыңыз бар ма? Иә, осы үйреніп бір отбасымызда бір кісі келіп үйренсе деп талаптанып жатыр, Құдай қаласа. Біреуді уже нетіп қойдыңыз, ойланып қойдыңыздар. Өте қажет дүние екен. Кішкентайдан қарт адамға дейінгі қажет нәрсе ғой. Тамаша. Негізі школдағы баладан еңкейген қарт адамға дейін түсініп, үйреніп алуға болады. Бұның оқытатын теориясы да бір өте қарапайым ұғым. Қуатыңыз, сіздің деміңіз сіздің қуатыңыз деймін ба? Қуатыңызды күшейтсеңіз, жазылмайтын ауру жоқ екен. Мәселе соны түсінетін сана болу керек. Саналарыңыз ояу болсын деп, жақсы, ауырмаңыз.